Саламатсыздар ма әлеуметтік желі қолданушылары? Біз бүгін әдеттегідей нүктелі беделі харпіндегі ғажайып үйірмесінің 18-ші сабағын бастаймыз. Дәптерімізді ашып, арнайы приборымыздың арасына қатты қағазымызды қыстырамыз. Приборымыздың төрт тағанына қыстырып, оңнан солға қарай 6 нүкте үлгісін салып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді бүгінгі өтетін әрпіміз әрпі 2, 4, 6 деген нүктелерден тұрады. Бірінші қатарға оңнан солға қарай жазамыз. 6 нүктенің тұсына 2, 4, 6. 2 клетка тастау арқылы бір қатарға жазып шығамыз. Айтып отырамыз. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Бір қатар жазып шықтық. Енді осы әріпке байланысты өткен әріптердің қосындысынан сөздер құрастырамыз. Бір қатар тастап кетеміз. Өзімізге үйренуге оңай болу үшін элеватор деген сөз жазамыз. 2, 4, 6, Л, 1, 2, 3, 1, 5, В, 2, 4, 5, 6, А1, Т, 2, 3, 4, 5, О, 1, 3, 5, Р, 1, 2, 3, 5. Энергия. 2 клетка тастап кетеміз. Энергия сөзін жазамыз. 2, 4, 6, Н, 1, 3, 4, 5, Е, 1, 5, Р, 1, 2, 3, 5, Г, 1, 2, 4, 5, И, 2, 4, Я әрпі 1, 2, 4, 6. Тағы бір қатар тастап кетеміз. Астына экономия деген сөзді жазамыз. 2, 4, 6, К, 1, 3, О, 1, 3, 5, Н, 1, 3, 4, 5, О, 1, 3, 5, М, 1, 3, 4, И, 2, 4, Я әрпі 1, 2, 4, 6. Этажерка. 2, 4, 6, Т, 2, 3, 4, 5, А1, Ж, 2, 4, 5, Е, 1, 5, Р, 1, 2, 3, 5, К, 1, 3, А1. Енді келесі әріпке көшуіміз үшін 3, 6 сызығын жазып шығамыз. Оңнан солға қарай 3, 6, 3, 6, 3, 6. Линияны жазып шықтық. Прибордың оң жағынан солға қарай 6 нүкте салып аламыз. Бір қатар тастап кетеміз. Өзімізге оңай табу үшін 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 нүктені салдық. Жанына Ч әрпін жазамыз. Ч әрпі 1, 2, 3, 4, 5 деген нүктелерден тұрады. 2 клетка тастау арқылы
Осы Ч әрпін жазамыз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Осы Ч әрпімен өткен сабақтардың әріптерінен сөздер жазамыз. Бір қатар тасап кетеміз. Чапаев. Ч. 1, 2, 3, 4, 5. А1. П. 1, 2, 3, 4. А1. Е1, 5. В әрпі 2, 4, 5, 6. Екі клетке тастаймыз. Чемодан деген сөзді жазамыз. Ч. 1, 2, 3, 4, 5. Е1, 5. М. 1, 3, 4. О1, 3, 5. Д. 1, 4, 5. А1. Н. 1, 3, 4, 5. Чемпион деген сөзді жазамыз. Ч. 1, 2, 3, 4, 5. Е1, 5. М. 1, 3, 4. П. 1, 2, 3, 4. И. 2, 4. О. 1, 3, 5. Н. 1, 3, 4, 5. Тағы бірнеше сөздерді жазамыз. Бір қатар тасап кетеміз. Оңнан солға қарай Мичурин деген сөзді жазамыз. М. 1, 3, 4. И. 2, 4. Ч. 1, 2, 3, 4, 5. У. 1, 3, 6. Р. 1, 2, 3, 5. И. 2, 4. Н. 1, 3, 4, 5. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.